Қайырлы күн, құрметті оқырман. 20 ғасыр басындағы қазақ журналдарын насихаттайтын Парақтай майдарын жалғастырамыз. Бүгін біз Парақтаймның бейнедерегін қазақ балалар журналдарына арнайтын боламыз. Ең алғашқы балаларға арналған журнал біздің қолымызда 1925 жылы Орынбор қаласында басылған Пионер журналы. Пионер журналының бас редакторы қайраткер публицист Ерғали Алдоңғарұлы. Бұл журналда балаларға арналған жұмбақтар, мақал-мәтел, әртүрлі мазмұндағы әңгімелер басылған. Аймақтық Қазақстан пионерлерінің бюросы мен халық ағарту комиссариатының тілі ретінде басылған Пионер журналы 1000-8000 таралым аралығымен жарық көрген. Журналда лениншіл жас, тілші пионер, шәміл, көруші, жік, КГ, пионер шәміл, пионерлер атты бүркеншік есімдер мен мақалалар жарияланған. Пионер журналының ізбасары жалғасы ретінде 1930 жылдары 5000 таралым мен екпінді жас журналы жарық көреді. Бұл журналдың бас редакторы Әмина Мамыт келіні, Молдағали Жолдыбайұлы, Бейімбет Майлыұлы. Бұл журналдың да мақсаты балаларға арналған контент ұсыну. Қазір жаз мезгілі, балалардың ойнақ салып демалатын уақыты ғой. Осыдан 90 жыл бұрын балалар жаз мезгілінде дәл осы екі журналды оқитын болған. Бұлардың бірі Вожатый, екіншісі Вожатыйға көмекші. Дәл осы екі журнал 1935 жылдары Алматы қаласында 2000-3000 таралым аралығымен жарық көреді. Алдыңғы Пионер, екпінді жас журналдарының ізбасары ретінде жарық көрген бұл екі басылымда балаларға арналған әңгімелер, әртүрлі ойындар, сұхбаттар, жұмбақтар, мақал-мәтелдер жарияланған. Егер де қазір лагерьде жұмыс істейтін Вожатый досыңыз болса, дәл осы екі журналды ұсынып көрсеңіз болады. Бәлкім кәдесіне жарайтын шығар. Көз қарақты оқырман, егер де осыдан 100 жыл бұрын балаларға арналған журналдардың түп нұсқаларымен танысқыларыңыз келсе, біз сіздерді Парасат ордасына шақырамыз.